Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Бүгін біз хит орамалға шашақ тоқып үйренетін боламыз. Менде міне дайын орамалды тоқып қойдым. Енді біз орамалдың шашағын тоқитын боламыз. Егер сіздерге орамалдың тоқылу әдісі керек болса, менің YouTube каналымда барлығы бар, және де мен осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кететін боламын. Менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді орамалдың шашағын тоқып бастайық. Қазіргі тоқылатын элементтердің бірі Соломонов петель деп аталады. Мен оны түйін деп атадым. Осылай жоғары қарай 1,5-2 миллиметрдей созып түйін жасаймыз. Міне қараңыздар, міне 1,5-2 миллиметр созып, осылай бірінші түйін және де екінші түйінді жасадым. Арасына міне бір жолды тастап кетеміз. Уже екінші жолға столбик без накида жасаймыз. Столбик без накиданы мен қазақшаға аударып айтып жатқан жоқпын, себебі нақты мағынасында аударылып тұрған жоқ. Сол себепті сіздерге түсінікті болсын деп орысша айтып жатырмын. Келесі енді жаңағы екі түйін жасап, арасына бір жолды қалдырып кетіп, орамалымыздың ең соңғы шетіне дейін осылай тоқып жалғастыра береміз. Ешқандай өзгеріс болмайды. Арасына біреуін қалдырып кетіп, міне бір жолды қалдырып кетіп, келесіне столбик без накидамен тоқимыз. Осылай орамалдың соңына дейін тоқитын боламыз. Мен соңына дейін жеттім. Енді тағы да мен екі түйін жасаймын. Осылай тұрып екі түйін жасаймын. Бірінші түйінім және екіншісі. Және орамалды аударып, міне тоққан екі түйіннің ортасында столбик без накидамен осылай қосамыз. Осылай түйіндерді орамалдың соңына дейін жалғастырамыз. Осы жоғары көтерілген шеті бар, үш бұрыш болған шеті, сол жерге осылай қосып орамалдың соңына дейін тоқитын боламыз. Және де осындай, мысалы, мына кетіп жатқан екінші қатар ғой, тағы да үшінші қатарда осылай тоқи беретін боламыз. Мен жалпы шашақтан 4 қатар тоқимын деп шештім. Мынау мысалы келіп жатқан екінші жаңағы жолымызда. Мен тағы да осындай 3 жолы тоқыдым, бірақ бұның барлығын видеоға салған жоқпын. Видео қысқа әрі нақты болсын деп. Міне қараңыздар, осылай тоқи береміз. Қыса жаңа айтып кеткенде, міне мен 3 жол тоқыдым, осындай қылып. 3 жол тоқыдым, ешқандай өзгеріссіз. Міне енді мен бір түйін тоқимын. Енді осының арасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша 3 моншақ немесе 5 моншақты өткізсеңіз болады. Мен қазір 3 моншақ өткізейін деп жатырмын. Міне қараңыздар, екіншісі және келесі үшіншісі. Сосын жаңағы түйіннің осы қосылған жермен осылай столбик без накида жасаймыз. Және де осындай бір сақина жасап, жоғары қарай бір түйін жасаймыз. Міне енді түйіннің ортасына осылай столбик без накидамен қосамыз. Міне осы бір шеті міне осындай болып шықты. Енді тағы бір түйін жасаймыз. Осы жерге кішкене көтеріп тұрып, арасына міне пышный столбик дейді, соны жасаймыз. Ортасынан біреуін алдық, екіншісін алдық. Міне енді осының арасын қосамыз. Тағы да
пышный столбик жасаймыз. Міне. Екіншісі және үшіншісі арасын қосып, міне. Енді міне бірінші столбикті, пышный столбик жасадық қой, соның арасын міне осындай столбик без накидамен қосамыз. Сосын осындай тағы бір түйін жасаймыз. Келесі түйіннің басына қосатын боламыз. Міне қараңыздар, енді бір түйін жасаймыз. Енді қазір моншаға өткіземіз. Қазір мен 3 моншақ емес, кішкене моншақтарым объемный, еще әдемі болып тұру үшін 5 моншақ өткіземін. Егер сіздердің моншақтарыңыз ірілеу болса, 5 миллиметрлік болса, онда уже тек 3 моншақ өткізсеңіз болады. Бұл моншақтардың көлемдері кішкентай болғандықтан мен 5-еуін алам деп шештім. Міне, енді жаңағы түйіннің қосылған жеріне араларын қосатын боламыз. Столбик без накидамен. Енді бір түйін жасаймыз да, келесі түйіннің осы жерге осылай столбик без накидамен қосамыз. Енді тағы бір түйін аламыз да, пышный столбик жасаймыз. Міне біреуін алдық, екіншісін алдық. Және осылардың арасын осылай қосып, екінші пышный столбикті жасаймыз. Міне, осы екеуінің арасын қосамыз, тағы бір түйін жасаймыз. Міне, келесі түйіннің бұрышына, жоғары көтеріліп тұрған бұрышына қосатын боламыз. Міне, қараңыздар, мен кезектестіріп осылай жасадым. Пышный столбик пен моншақтарды өте әдемі, өзгеше, ерекше болып тұрады. Істеп көріңіздер. Қараңыздар. Міне, кезекпен кезек тұр. Бірінші моншақ жасадым. Егер сіздердің қалауларыңыз бойынша тек моншақтан істесеңіздер болады, болмаса пышный столбиктен жасасаңыз болады. Міне менің орамалымның нәтижесі барлығы осындай өте әдемі, ерекше болып шықты. Қараңыздар, міне. Егер сіздерге видео ұнаса, достар, маған лайк басып, комментария жазып, мені қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет.